алсай какам осы екен. Ох, ема. Картон кетіміз. 400 мың болуға атып кетті. Картонға 400 мың болыпты ғой. Тағы көру керек еді соны. Қызық болған еді. Яла. Ох, ема. Біздің баба яғамыз мен қазір ұтыламын ғой. Ё-майо. Аға, осы Тунг-Тунг Сахура деген білесіз ба? Бәрін түсіріп атылды. Білесіз ба? Динас тағайшы не дейсің? Тунг-Тунг Сахура. Айтпау оның атын білесің ба сен? Ол кім екенін вообще? Ол аға. Оның атын айтсам ол келеді, 3 рет айтсаң Ой, аға, ол өтіріп қой. Динас, сен уже 2 рет айттың, Динас. Аға, ол просто фильм ғой, адамдар көрсін түсірген ғой, аға, ол фильм өтіріп. Жоқ, Динас, сен уже 2 рет айттың. Сен тағы 1 рет айтсаң 3 рет болады. Келеді, шынымен келеді ол. Динас, айтып көрейік па? Қазір айтсақ үйімізге келіп отырады ғой, сол керек па сендерге? Сол керек па, ол жаман шығар, может, сосын барып сендерді ұрып тастайды шығар ол. Жоқ, аға, ол өтірік айя. Мен келем дейм ба, келеді ғой. Мен айтам, Тунг-Тунг Сахура. Аяла. Ау, не болды, аға, ол келмейді, ол өтірік аға. Көресіңдер ғой, қазір келіп жатса, мен ген әлі емеспін. Аға, тағы да айтайын ба? Айтайын. Жоқ. Сахура. Тағы да. Аяла, сен 2 рет айттың уже. Сахура. Ё-майо. Қазір келіп қалсашы ал. Ол қазір алыстан келеді ғой, ұзақ келеді ғой. Аяла, Динас бекер айттыңдар ғой, қазір келіп қалады деп сезіп тұрмын уже қазір. Барлығында сөйтіп келген ғой. Аға, біреу тоқылады. Тоқта. Кім екенін білмейміз ғой. Аяла, қазір ғана Тунг-Тунг Сахур деп 3 рет айтты ғой. Может, сол шығар келген. Аял, сен ғой айтқан. Динас, сен маған айттың ғой. Тоқтаңдар. Жоқ, сен. Уже бәрібір ол үйге келіп тұр енді, не істейміз? Тоқташы, мама емес па, может, көреміз ба? Көрмек қойып мен қорғамын. Ол қазір ескі сындырып келді, кеттік көрейік тез енді, кім келді? Аяла, Динас, не айттыңдар? Айттың ба, біреу тоқтатып тұр. Тоқтаңдар қазір. Мен бірінші өзім ашып көрейін, мақма. Тоқташы, мынадан көріне ме осыдан? Мынадан көрінбейді екен достар, онда ашу керек қой оның түрін. Қазір үйімізге кіріп кету мүмкін ғой ол, не істейміз? Точно ашайын ба? Сол шығар, білейін, мынадан көрмейді. Мақыл, кеттік ашайық ішкен. Жүріңдерші. Ема! Ё-майо, айттым ғой сендерге, шын ғой мынауын. Мынауын бізге қарап тұр ғой, мынауын жақсы ма, жаман ба? Маған жақсы ма, сол ғой, көріндір ма? Аяла, сен айтқандықтан келді ол, білесің ба? Аяла, сен айтқан, сен өзің айттың ғой маған. Күшті ғой аға, ойнай шақырамыз деп сен ғой айтқан. Аяла, может ол басында өзіргі жақсы болатқан шығар ол мынау. Сосын барып жаман болып кетеді шығар, біз жеп қояды шығар. Тоқташ. Ол не дейді кән, тоқташ? Мен негізі жақсымын. Мені шақырған соң келіп сендермен ойнағым келіп жатыр. Далада ойнайықшы. Ё-майо, далада ойнайықшы деп жатыр, бізбен дос болғысы келіп жатқан сияқты ғой. Аға, шын айтып жатыр. Бірақ түріне қарасы что-то мәз ғой, шынымен жақсы сияқты, может ойнаймыз ба? Наоборот, қызық болады ау, Динас. Көрейік та далаға. Кеттік, далаға ойнайықшы лучше, мақма. Көреміз енді. Мынауын шынымен кеп тұр ғой, ё-майо. Кеттік далаға. Шөпке ең достар. Мынауын аяқ киімде жоқ қой мынауын. Ё-майо. Келіндер болды енді, жүріндер ойнайық осымен. Нарсы Динас сен жанында дәу бойы дәу екен, Ё-майо, кеттік. Не ойнаймыз, не істейміз бірақ вообще? Сен не ойнаған жақсы көресің? Тунг-Тунг Сахур аты бірақ ұзақ екен, Аға, мен білемін. Ол
билейді, еще өлең айтады ол. Өлең айта ма? Я. Может, сонымен бірге ән айтамыз? Сен түң сақун сақут па? Сен не істеген келіп жатыр? Айтшы. Мен ән айтып, би билеп, қолама сақ ойнаған жақсы көремін. Ән айтқан жақсы көрем, сондай екен ғой. Ойнаймыз ба онда сонымен бірге? Мақұл, жүріңдер онда. Қай жақ ойнаймыз? Майы. Бізбен бірге жүр ғой, общем. Потом бар, қолама сақ ойнайық. Наңғырау, түң сақун. Бізде мысық бар. Лиян шымен жеп қоймасын, Тоқташы, Лия маған келе бермеші. Кім қорқып жатыр? Лия қорқып жатыр. Лия ма? Лия. Лия біліп тұра ол жаман ау? Или жақсы ма, Лия? Білмеймін аға. Лия жаман ба, жақсы ма? Жақсы дейді әні. Мақұл достар, онда ойнайық осымен. Кеттік. Бірінші не істейміз? Қоламаша ойнасақ болады, ән айтып ойнасақ болады. Жарайды. Майы. Достар, мыналарын ойнап отыршы мен. Түң сақу тура бала сияқты екен ғой. Майы. Мыналарын кәдімде ойнап отыр ғой сонымен. Достар, жақсы сияқты ғой, достар. Что-то сен алмай тұрмын, бірақ жақсыға. Бірақ жақсы олар, жақсы ол достар, наңырсаңаш, қолында битасы ештеңкесі жоқ. Үстіп шақырсақ келіп ойнайды, Тоқташ, давай ол бағади билей алам, сосын барып ән айта алам деді ғой, ол ше. Давай би билеп ән айтсыншы кән ол. Сен ән айтып берші. Достар, наларын ойнап атыр ғой, кәдімде түң сақумен. Мына даусын қарандыршы. Әнші екен ғой, түң сақуын де. Майы. Күшті кенеші мен. Диназ аяла, сендермен сондай қызық болып жатыр. Маған сендермен дос болған қатты ұнады. Мен үшімен билеп бер алам. Билеп берейін бе сендерге? Мен күшті билеймін. Диназ аяла, шымен күшті екен ғой, Бізбен ойнақсы келіп отыр тағы. Билеуді білет, ән айтуды білет. Сендермен қызықты болып ойнайды ғой, вообще басқаша кукла сияқты ғой мынау. Сендерге оған қызық болып жатыр ғой. Ал сендерге қызық болып жатыр ма? Ұнап жатыр ма сендерге? Аға осында үйге кіргізіп, шай беріп, өзің мектепке де барсын, өзбен жүрсінші, үйге кіргізейікші. Біздің қасымызда ұйықтасыншы, бір күн прям қызық болып жатыр ғой. Прям қат жақсы көріп қалдыңдар ғой, сендер. Анау қазір билей алам деді ғой, кәні билесінші, кәні көрейікші, давайте. Мынау шынымен зор билейді ғой, менен де жақсы билейді даже. Майы. Соғы. Мен де үйме алып қағым келіп отыршы, мамаға айтып көреміз, үйге алып қалдып наңғарсай қалай билеп атқан. Зор билейді ғой, Отырғыз кеп жатыр ма? Мақыл, давайте кеттік. Кеттік, отырыңдар. Кән сендермен бірге отырсын. Достар, Диназбен аяла бауыр басып қалды. Наңарсандаршы. Яға да ұнап атыр, достар. Ойнап атыр наларын енді. Кән? Не істейін деп атсыңдар? Қаштай, басып кетем оға сен. Ол бізде қайталайды. Сендерден ба? Мақыл, давайте сен. Әні, ол да тез жүгір алады кен сендерден. Қайталай алады ол? Ол да жасай алады екен ғой,
молодец, мынау туң сахур ма? Сахур. Біз коллекция жасайықшы, бұл бізден қайта аласың. Көрейікші кәні, давайте. Ох, молодцы, әдем жасап еткенсіңдер. Кән енді туң кім еді аты? Туң. Сахур, кән жасашы сен. Ей, жасай алмайсың ба не? Ой-ё. Ей, болды тыныш, не от сонша мазақтап, тек бірақ нәрсені жасай алмай қалды ғой. Ей, тоқтаңдар, Диназа ала. Түріне қараңдаршы, ренжітіп алдыңдар ау. Өлі. Сендер сонша бір нәрсеге мазақтап тастаңдар ғой, мынаны қараңдар. Мә, бекер айттыңдар ау, түрі ренжіп жаман қарап тұр ғой сендерге. Диназа ала, достарыңдар, сендердің достарың ғой, не ренжітесіңдер? Ма, өлкен болып кетті ғой анау. Жынданып кеткен ғой анауын, Диназа ала, бекер ренжіттіңдер ғой, мә. Мә, нан қараш, үйімізді езіп жер алады ғой, бізде де ез жер алады. Білмеймін ғой. Не істейміз енді, мә? Бізге тістеші. Соғы бізді өйстіп аяқпен езе салды ғой біз оған. Құмырсқа болып кеттік біз вообще оған. Бекер ренжеттік, я? Мә. Үстім заға тұлайықшы. Тоқташы мау қазір. На қазір не істейді екен қазір? Көрекші не істейді екен, неғып дәуіп кетті бұл? Бізді ұрттастарсашы. Жоғай, ұрмайды, ол біздің досымыз ғой. Диназа ала, үйді ұрып жатыр мынау, біздің үйді. Ұрма ол. Мә, біз ол үйді әрең соқтық қой, ұрма. Туң қазір, ренжіп қаламыз саған, Сахун. Бол. Біздің неден семен қатты дос болмаймыз. Кет бар бол, туң. Кет бар сен, біз семен вообще дос болмаймыз бол, кет ары. Үйімізді ұрватсың. Сен бізге вообще ұнамадың бол, кет, сен біздің досымыз болмайсың. Мен сенен бұндай вообще күтпеппіншін. Неғып үйтіп атсың сен? Біздің үйді ұрып тастаған не? Кет бар сен, кет ары. Диназ, кет бара жатыран. Ренжіп қалған сияқты науын. Бірақ өзі деген әлі ғой, неғып біздің үйді ұрып атыр. Аңғырсе почти сындырайын деп қалды ғой. Соғыққа жаңбыр жауса болды, сын кетейін деп тұрынан ұрып тастаудың әшетін. Мә. Кет қалды бірақ шы ренжіп. Мә, бірақ қызық болған еді. Енді, бірақ Диназа ала, бұл кет қалды енді. Негізі шы, бізге сабақ болды, біз бекер ренжіттік қой оны. Негізі жақсы ойнап атқан едік. Соғы, негізі шақырғандарын жақсы болды, бірақ андайды жаман деп ойласақ, егер де ренжітсен жаман болып кетеді екен ғой. Бекер ренжіттік қой. Әшін бір ғана нәрсені жасалмай қалды. Біз жасалмайсың деп мазақтап кеттік қой алы. Бекер жасадық аяла. Бекер жасадық. Бір жаман нәрсе жасап қалса мазақтауға болмайды. Оған соны үйрету керек. Ал достар, енді сендерге де сабақ болды деп ойлаймыз, өйткені YouTube адамды ренжітуге болмайды. Бір нәрсе дұрыс жасамай қалса ренжітуге ешқашан болмайды. Мазақтауға болмайды екен.